Жаңа жыл қарсаңында Life is Good компаниясындағы өзімнің жұмысыма талдау жасап, жетістіктерім қандай, олық тұстары қандай, олық тұстары болса неге олқылық кетті деген мәселе төңірегінде талдау үшін осы видеоны түсіріп отырмын. Бұл видеоның оқырмандарға да кішкене пайдасы бар деп ойлаймын. Мынау менің Life is Good компаниясындағы әріптестік бойынша жұмыс кабинетім. Мына жерде аты жөнінің бәрі жазылып тұр. Мына төменгі жақта сіз көріп отырсыздар, мынау қызыл, сары түсті және жасыл түсті шеңбер. Бұл менің шақырған клиенттерімнің кескіндемесі, графикасы, яғни айтқанда. Мынау жасыл түсті бұл активтендірілген клиенттер. Мынау сары түсті неактивный. Активтенген клиенттер бұлар ақша салып, тіркеліп, жұмыс істеп жатқан, нақты жұмыс істеп жатқан, ақша тауып жатқан клиенттер. Олардың саны жалпы клиенттердің, шақырған клиенттерінің 21,5% екен. Ал 78,95% тіркелген, бірақ жұмыс істемеген, ақша салмаған 15 екен. Олардың саны 15 екен. Мына төменде мінекей бәрі аты жөндері, телефондары бәрі тұр. Тіркелген уақыты жоқ, енді өткен жылдан бастап тіркелген. Бұл клиенттер тіркелді да, бірақ ақша салмай, жұмыс істемей тастап кетті. Енді неге тастап кетті деген мәселе төңірегінде өзім кішкене ой қорытып, осылайша осындай видеоны түсіріп отырмын талдау мақсатында. А деген пункттен, мысалы, Б деген пунктке жету үшін міндетті түрде А пунктіне шығып, Б пунктіне қарай жүру керек. Яғни айтқанда әрекет жасау керек, қозғалу керек. Егер қозғалыс жасамасаңыз, әрекет жасамасаңыз, онда сол А деген пунктте өмір бойы қалып қоясыз. Бұл екі жерде 2-4 деген сияқты ақиқат нәрсе. Сол сияқты кез келген мақсатқа жету үшін, мысалы қазіргі жағдайыңыз бойынша адам мақсат дегеніміздің өзі қазіргі өмір жағдайыңызды өзгертіп, басқа деңгейге көтеру. Солай ғой. Яғни айтқанда А пунктінен Б пунктіне қарай жылжу деген сөз болады. Яғни айтқанда мақсатқа жету үшін қазіргі жағдайыңыздан басқа жағдайға, басқа өмірлік деңгейге қол жеткізу керек болады. Сол үшін қазіргі жағдайыңыздан басқа деңгейге қарай қадам басып жылжуыңыз керек, әрекет жасауыңыз керек болады. Нақты әрекет жасауыңыз керек болады. Енді кез келген мақсатқа жету үшін екі түрлі қасиет қажет еткен адамға. Біріншісі тәуекелден қорықпау. Мақсатқа жетуге кедергі келтіретін ең үлкен нәрсе тәуекелден қорқу. Өйткені кез келген мақсатқа жету дегеніміз, мақсат дегеніміз адамның өмірін өзгерту деген сөз. Сіз қазір бір үйреніп қалған, әбден бір таптауырын болған бір өмірдің жаңағы бір шеңберде тұрсыз. Жұмыс істейсіз, жалақыңыз бар, жетпесе де қиындық көріп жатсаңыз да әйтеуір үйреніп қалған нәрсе. Енді мақсат деген сол үйреніп қалған шеңберден шығып, одан гөрі өмірді өзгерту, басқа бір жоғары деңгейге көтеру. Оған қарай жылжу үшін адам тәуекелге баруға тура келеді. Өйткені көптеген кедергілер келтіреді, қиындықтар болады. Мақсатқа деген бірден сіз жете қалмайсыз. Көп уақыт керек болады, күш, қуат жұмсау керек болады, қабілет, қарымыңызды жұмсау керек болады. Соның бәрі тәуекелді қажет етеді. Тәуекелден қорықпау бұл мақсатқа жетудегі ең басты қадам. Екінші қажет қасиет нақ шешім қабылдау. Мен айтқанда мақсатқа жету үшін адам нақты шешім қабылдау керек. Мен сол мақсатқа жетем деп. Ол шешім қабылдау адамға сенім береді, құлшыныс береді, табандылық сияқты қасиеттерді әкеледі. Мен айтқанда мақсатқа жетудің қажеттігін оның санасына сіңіреді. Сонда ол мына мақсатқа жету маған қажет. Ол мақсатқа жете алмасам, мен осы деңгейде қалып қоямын. Қиындықтан, ауыртпалықтан көз ашпай, жоқшылықтан көз ашпай осы деңгейде қаламын. Сондықтан да бұл өмірімді мен өзгертуім қажет дегенде ол санасына сіңіреді. Сол сенім оны ынта, ықылас, тәуекелден қорықпауға, батыл шешім қабылдауға итермелейді. Бұл екі қасиет бірі-бірі толықтырып отырады. Осы екі қасиет бойынан табылған адам ғана мақсатына жете алады екен. Осы екеуін қосқан кезде ғана. Мен жоғарыда айтып кеткен жаңағы активтенген
клиенттерім ештеңе ұтылған жоқ. Ал жаңағы тіркеліп жеме-жемге келгенде, ақша салып жұмыс істеуге келгенде, нақты әрекет жасауға келгенде, өзінің мақсатына қарай қадам басуға келгенде тәуекелден қорқып, нық шешім қабылдай алмай қалып қойған адамдар не нәрсе ұтты? Олардың ақшасы әрине өздерінің қалтасында қалды, бірақ ешқандай да қазір ақша тауып жатқан жоқ. Сол орында қалды. А деген пунктте қалды олар. Айтқанда олардың өмірі өзгермейді. Сол бір орында қалып қойды. Ал енді екінші адамдар не ұтылды, не ұтты? Олар депозит ашу арқылы сол депозитті ашып, ақшасын салған күннен бастап ақша тауып жатыр олар. Сол депозитті ашты, ақшасын салды, сол күннен бастап. Бір жыл бұрын депозитті ашса, бір жыл бұрын оның депозиті жұмыс істей бастады. Ақша түсіріп жатыр, ай сайын түсіріп жатыр, табысы көбейіп жатыр оның уақыт өткен сайын. Бұл бірінші пайдасы. Екінші пайдасы, осы уақыттың ішінде ол депозит арқылы ақша табудың қыр-сырын үйреніп, білім алып жатыр. Білім, біліктілік алып жатыр. Қалай ақша табуға депозит арқылы? Vista депозитінің мысалы ол қыр-сырын үйреніп, оның қандай мүмкіндіктері бар, соның бәрін үйреніп, тәжірибе жинап. Үшінші нақты іспен айналысушы тәжірибе жинап жатыр. Айтқанда, депозит арқылы ақша тауып жатыр, білім алып жатыр, осы саланың тәжірибе алып жатыр. Осындай жетістіктерге жетіп жатыр. Мен Vista депозитіне 2018 жылдың сәуір айында тіркеген болатынмын. Содан бері мінекей 1 жыл 9 ай уақыт өтті. Осы 1 жыл 9 айдың ішінде қандай нәтижеге қол жеткізілді, сол туралы кішкене талдап айтып кеткім келіп отыр. Міне мынау менің негізгі есепшотым. Екі есепшотым бар, менің депозитім бар. Мынау негізгі есепшотым. Осы есепшот арқылы мен түрлі жаңағы адамдарды шақыру арқылы тапқан гонорарымды осы есепшотқа түсіп отырады. Негізгі есепшот деп аталады. Бұл есепшотта қазір баланс көріп отырсыздар, мінекей 384 евро балансы. Оның 2296 евросы займ. Мына жерде міне прибыл за все время дегенде 1672 евро тапқан екен осы уақыттың ішінде. 1 жыл 9 айдың ішінде 1672 евро тауыппын. Бұл теңгеге шаққанда бір 700 мың теңгенің үстінде. Бұл тапқан ақша негізі депозиттің өсімі ғана емес, сонымен бірге көпшілігі клиенттерді шақырудан тапқан гонорар. Яғни айтқанда компания клиенттерді шақырғаны үшін жақсы қомақты гонорар төлеп отырады. Сол гонорар көпшілігі, мынадан 1672 евроның көпшілігі сол гонорардың үлесінде. Енді мен қазір екінші есепшотымды көрсетейін сіздерге. Бұл есепшотым менің негізі депозит. Таза депозит. Бұнда ешқандай гонорар, ештеңе жоқ. Бұнда тек қана депозит. Мынада көріп отырсыздар, баланс 9102 евро. Оның 5944 евросы займ. Мына жерде тапқан прибыл за все время 1612 евро дейді. 1612 евро тауыппын осы уақыттың ішінде. Доступно дейді 610 евро. Мен сіздерге қазір көрсетейін, 610 евро неге? 610 евро. Мен кеше ғана мысалы, мынаны көрсетейін. Күні кеше мінекей 2020 жылдың 3 январы күні 40 евро ақша алдым. Бірінші есепшотынан осы есепшотқа аудардым. Неге? Өйткені осы есепшотқа аудару арқылы мына жердегі доступно деген соманы 610 евроға жеткіздім. Бұрын 570 болып тұрған. Неге бұлай? Өйткені 300 евро ақшаңыз болса, үстінде оған 700 евро көлемінде займ, банктен займ алуға болады. Мен қазір мынада 610 евро бар. Құдай қаласа, енді бір 2-3 күннің ішінде спонсорымыз жаңа жылды өткізуге шетелге кеткен екен, келгеннен кейін сол кісінің көмегімен 1400 евро көлемінде займ алам, банктен займ алам. Сонда нарадағы 9102 евро 10,5 евроға дейін көтеріледі. Ондай займ не береді? Займ мысалы 49 жылға банк
ешқандай кедергісіз, ешқандай құжат сұрамай 5 минуттың ішінде сіз 1-2 минуттың ішінде мына жерден толтырып займ аламын деп получить займ дегенді басып мына жерден алуыңызға болады. 49 жылға береді, 7% өсіммен жылына. Ал мынау депозиттің өткен жылға өсімі 23% болды. 7% өсімін банк өзі ұстап қалады, займ берген займнан. Үстіндегі 15% өсім сіздің қалтаңызға түседі. Яғни займ көп болған сайын сіздің табысыңыз да көп болады. Сондықтан да займ алуға, депозитті бар адамдардың бәрі де өте ынталы, займ алып отырады. Займ алудан қашпайды, қорықпайды. Сол займның есебінен өзінің табысын, депозит балансын көбейтіп отырады. Сөйтіп мен 2 жылдың ішінде, 1 жыл 9 айдың ішінде, мысалы 1-2 күннен кейін көтеретінімді еске алсам, сонымен 14 000 евроның үстінде балансқа қол жеткізген екен. Бұл маған айына 180-190 евро табыс түсіп тұрады. Яғни айтқанда 75-80 мың теңгедей ақша түсіп тұрады. 80 мың теңге дегеніміз қазіргі кезде бір адамның бір жалақысы ғой. Ешқандай жұмыс істеместен, мысалы, айына 80 мың теңге түсіріп отырса, бұл жаман емес. 1 жыл 9 айдың ішінде осындай деңгейге жеткен екен. Мен де 1100 евромен бастаған болатынмын алғашқы кезде. Алғашқы жылдарда біраз ақша салдым, кішкене салып отырдым. Қазір ешқандай ақша салмаймын. Тек қана осы депозиттің өсімі арқылы өсіріп жатырмын, ақшаны өсіріп жатырмын. Мақсат биылғы жылдың соңына дейін 20 мыңға жеткізсем, ол кезде 250-260 евро айына, айтқанда теңгеге шаққанда 100 мың теңгенің үстінде ақша түсіретін деңгейге жетуге болады биылғы жылдың соңына дейін. Егер мен осыдан 1 жыл 9 ай бұрын ақшамды аяп тіркелмесем, онда не болар еді? Әрине ол кезде бұндай нәтиже ешқандай болмас еді. Мен осы саладан біраз тәжірибе жинақтадым осы уақыттың ішінде. Осы Vista депозитімен жұмыс істеудің қыр-сырын біраз меңгердім. Vista депозитінен басқа да менің депозиттерім бар. Депозит саласын біршама меңгеріп, осы салада біраз білім, тәжірибе жинақтадым. Алдағы уақытта оны жетілдіріп, болашақта сондай айына 100 мың емес, миллиондаған теңге сондай табыс түсіретін сондай деңгейге жетсем деген ойым бар. Қаржылық бостандыққа жетіп, тек депозиттің өсімі арқылы ғана ешқандай жұмыс істеместен көңілі қалаған іспен айналысып, өмір сүруге болатын деңгейге жету менің мақсатым сол. Бұндай мақсатты әрине көп адамдар армандайды. Осындай нәрсеге жетсек деп ойлайды. Мен өз басым білем, сондай айына миллиондаған теңге ақша тауып, осы депозиттің өсімімен ғана күн көріп жатқан. Осы Қазақстанда біраз адамдарды білем, мысалы. Осы Vista депозитінің өсімімен күн көріп жатқан. Бұған жетуге болады, кез келген адам жетуге болады. Әрине ол үшін жоғарыда айтқандай тәуекелден қорықпау керек және нық шешім қабылдау керек. Сонда осындай нәтижеге жетуге болады. Егер сізде Vista депозиті қызықтыратын болса, онда осы видеоның астында сілтеме арқылы сайтқа кіріп толыққанды ақпарат алуыңызға болады.